Күн достар, бүгін сіздерге киелі адыраспан шөбінің киесі туралы айтып кететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Адыраспан шығыс халқы кие тұтатын өсімдік. Дала шөбінің бұл түрін босағаға іліп қоятын, бәле жаладан сақтайтыны сөзге дәлел. Деректерге сүйенетін болсақ, ата-бабаларымыз ұсақ жәндіктер жараланғанда адыраспанға аунап жазылатын байқаған. Сиқырға толы бұл шөптің өскіннің сырын ертеден ұққан халық емшілері құянға шалдыққанда, безге құстағанда, ісік ревматизм салдарын сүйек сырқырап мазалағанда жапырағымен булауды ұсынады. Ежелгі медицина ғылымы өкпе ауруын өршітпес үшін таптырмас құрал ретінде ұғынған. Бұған дейін ентікпе, суық тию салдарынан дененің қалтырауын адыраспанның қайнатпасы жеңілдетеді. Тіпті адыраспан шөбімен ыстаса ауырғаны басылатын, біреуге белгілі болса, біреуіміз белмейміз. Қазіргі медицинада пайдаланылатын дәрі-дәрмектердің 40% өсімдіктерден жасалады. Құрамында адыраспан қоспасы бар дәрілер қабыну, бас ауру, зәр айдау жақсарту, іш ауруын алғашқы кезеңінде тер шығару, ішек құрттарын өлтіру, орталық жүйке жүйесінің жұмыс жасауын реттеп, жазуға жаратылады. Дәрілер энефилит, эпилепсия, қалтырау салдарына асады. Аталмыш шөптің емдік қасиеті бұдан да көп. Ертеде адамдар адыраспанды бояу ретінде де қолданған. Мысалы, шөптің тұқымы мен жүннен тоқылған бұйымдардың түрін қызыл түске бояп, тіпті заттың күн нұрына өңін бермейтін амалын тапқан. Түркияда ерте заманнан-ақ адыраспан мен фескан аталатын ұлттық бас киімін бояп киген. Ал халқымыз көп тұқыммен қой, түйе жүнін бояп, алаша, текемет түрін көріп қосқан. Мәселен, ши тоқығанда әлі күнге дейін адыраспаннан жасалған бояуды пайдаланады. Адыраспан ертіндісінің ауыл шаруашылығындағы зиянкестермен күресі де ерекше орын алады. Ол өсіп тұрған маңайға шыбын-шіркей жоламайтын көрінеді. Белгілі жазушы бұл туралы адыраспан туралы көп айтып кеткен. Адыраспан айналасына шөптердің тұқымын жинап, олар өсіп жетілген кезде өзі жойылып кетеді екен деп ерекше атап көрсеткен. Микробтарды жоятын қасиетін сезінсек, оның түтіні мен жұқпалы сырқаты бар адамдардың бөлмесін ыстап қоюға таптырмас құрал екен. Адыраспан кез келген адам жұлмаған, оған түрлі себеп бар. Біріншіден, қауызы толып, тұқымы толық піспеген кезде ғана алған. Екінші, ер адам ғана үзуіне рұқсат етілген. Үшіншіден, сол адамның жаны ғана емес, үсті басы